Биыл қалада қар қалың түсті, әрі ауа райының құбылуы салдарынан көктайғақ орын алды. Қазір шаһардағы көп қабатты үйлердің ауласын тазартып, шатырдағы қар мен мұз сүңгісін алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дегенмен міндетіне атүсті қараған пәтер иелері кооперативтері де баршылық. Кейбір тұрғындар коммуналдық мекемелердің қызметі көңіл көншітпейтіндігін айтады. Бұл бағытта енді қала әкімдігі әрбір кооперативтің жұмысына мониторинг жүргізуді қолға алды. Облыс орталығында 1222 көп қабатты тұрғын үй болса, ғимараттарға жауапты 105 пәтер иелері кооперативі бар. Алайда олардың қатарында міндетін абыройлы атқара алмай отырғандар аз емес. Мәселен, Мәметова көшесі 56 мекенжайында орналасқан мына үйдің төбесі қардан тазаланбаған, әрі жаяу жүргіншілер жолына құм төгілмеген. Бұл міндеттер Жұлдыз Алға пәтер иелері кооперативіне жүктелген еді. Я тот раз говорил, пескосоляную смесь не забрал. Мен өткен жолы барлық кооператив басшыларына жеткілікті деңгейде құм алыңдар деген болатынмын. Мына үйдің ауласына ешқандай топырақ төгілмеген. Әр үйдің шатырларын қардан уақытылы тазартып тұру керек. Қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұмытпаңыздар. Оқыс жағдайлар орын алмауы тиіс. Күн райы күрт құбылмалы. Сондықтан жұмысқа жауапкершілікпен қарап, сақтық танытқандарыңыз жөн. Ал Зашаған кентіндегі 12 көпқабатты үйдің ауласын тазартуға Таза аудан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Кәсіпорын қар аршуға 15 адам және 2 арнайы техника жұмылдырып, жұмысын уақытылы атқаруда. Шатыр жиегіне қатқан мұз сүңгілері де алынған. Әйткенмен компания басшылығының айтар уәжі де бар. Олар ұзақ уақыт үйге тақау тұрған көліктер аулаларды тазалау барысында қолайсыздық тудыратындығын айтады. Қар түскенде уже оперативно бәріміз суббота, воскресенье қарамай шығамыз. Өзіміз техникамыз бар, бірақ ол үлкен погрузчик. Дворларға көбіне кіре алмайды да, неге десе машиналар тұр. Сондай оқиға қорқамыз, қазір біреудің машинасын сындырып тастауға тағы бір. Аулаларға және көше бойына темір тұлпарларын ұзақ уақыт қалдырып кететін жүргізушілерге енді тиісті шара қолданылады. Яғни көліктерді коммуналдық мекемелер құқық қорғау органдарымен бірлесе эвакуатор арқылы айып тұрағына апарады. Қолайсыз жерлерге үйлердің алдарына тастап, көбінесе кедергі болып отырған осы көлік мәселесі. Сондықтан біз көлік иелерін тағы да ескертулер жасап, штраф стоянкаға, яғни эвакуатормен алып кету жұмыстарын қазір бастап кеттік. Біздің жалпы құқық қорғау органдары да осыған атсалысып келеді белсенді. Мониторинг нәтижесінде қызметіне атүсті қараған пәтер иелері кооперативтеріне қатаң ескерту берілді. Егер олқылық жойылмаса, айыппұл салынатын болады. Жалпы аулалармен қатар көшелерді тазарту да басты назарда. Қазір қалада қар аршу тәулік бойы жүргізілуде. Бұл бағытқа 140-тан астам техника жұмылдырылған. Еркебұлан Смадияров, Рүстем Ишанов, Натой Батырғали, Ақжайық телеарнасы.